мына UFC-дағы негізі ең боец ол Арман Царукян. Арман Царукян енді бұл жігіттен біздің боецтар, біздің спортшылар демей-ақ қойын. В общем, көп адам осынан үйрену керек екен, көп нәрсені. Арман Царукян жайлы айтамын ағайындар. Бастамай тұра, осы видеоға плотный поддержка беріп қойыңдаршы ағайындар. По-братски өтініш, лайк мен көп сұрай бермеймін, осы видеоға аямаңыздаршы. Өйткені бұл Арман Царукян өте гиперактивный болып жүрді, маған мотивация берді осы жігіт ше. И мен де осы Арман сияқты активный болғым келіп жатыр. Намат рестлинг, намат кулачка, рух файтинг, алаш прайд, сосын жаңадан шығып жатқан орда глобал файтинг деген бар. Және ұмытып қалғандарым бар, тағы да айтатында ұмытып тұрмын қазір. Ну, в общем, бәрін отмечать етемін астына. Ағайындар, үлгеріп қалсаңдар, мені подпишите. Кто успел, тот и сел дейді. Мен ойлап тұрмын, мен ше осы көтеріліп кете ма деп тұрмын, примерно ше сондай бір жақындау жігіттімін мен. Үлгеріп қалыңыздар, так что давайте контракт подпишем. Мен барлық жерде шыға беремін, мен медиа боецпін пока что, но надо будет и по профиткам шыға беремін. Енді мына Арманға келетін болса, ағайындар, Арман деген негізі бұл айтады ғой, орысшалап родился с золотой ложкой во рту деген осы жігіт қой, короче. Бұл жігітте енді потолок машина, там Rolls, Bugatti дегендер 25 штуктан бар ғой бұл жігітте ше. Шын 3-4 самолеті бар ма, бір бәле. Енді бұның батясы миллионер ғой, тойып кеткен жігіттер ғой бұлар. Инстаграмдағы трендтардың ең потологын істеп жүрген осы жігіт қой, короче. Кеше бір блогерға да, сонда да мен риза болатынмын, кеше бір блогерға сұхбат беріп жатыр да, сонда қарапайымдылығын көрсетіп жатыр да ол еще өзін. Бірақ айтады да, мен неге көп жұмыс істеп жатырмын, неге коллаборация түсіріп жатырмын блогерлармен, барлық жерде жүрмін, өйткені маған ақша бар ол да. Просто мен дейді, например, қазір мынандай бір бәле деген тілімде келмейді, Боинг бар дейді да, сол Боингтың, короче, 3-4-еуін алып қойғым келіп жатыр дейді, о, прикинь, енді. Кеше рафтада жүр да, қаншама боецтермен күресіп жатыр. Керегі де жоқ қой бұған. Но бұл активный болып жүр да, молодец ше, медиасын көтеріп. Райан Гарсия дегенді гонять етіп, чморить етіп жүр ғой. Ебать, Райан Гарсияны чух етпей жатыр ғой бұл жігіт ше. Кто ты такой деп. Короче, UFC чемпионы боламын, одан кейін мына жігіттермен шығамын деп жатыр ғой. Бокс ережесіменен. Мен по идее Арманды мойындадым, красавчик жігіт, молодец. Сіздер не ойлайсыздар ағайындар? Өз пікірлеріңізді жазыңдар.